Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын сушидің рецептісімен бөлісетін боламын. Менде мына жерде ролл және темпура жасадым, яғни қуырылған ролл. Дайындалу жолы өте оңай әрі дәмді болып шығады. Алдымен күрішке қосылатын соус дайындап аламыз. Менде мұнда уксус 6%, яғни оны 1 шай қасық және қайнап тұрған ыссы су кішкене, содан соң 2 шай қасық қант және 1 шай қасық тұз салып, оны күрішке құйып, жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып, қойып қоямыз. Содан кейін кляр дайындайтын боламыз. Сол үшін 2 жұмыртқаны алып, оған 2 ас қасық ұн саламыз. Оны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан кейін 1 шай қасық соя соусын құйып, оны да араластырып аламыз. Сушидің ортасына мен қияр салатын боламын, ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша крабовый палочка немесе балық салсаңыздар болады. Әрі қарай сушимізді жасауға кірісейік. Осылай бір ыдысқа салқын су құйып алуымыз қажет. Себебі күрішімізді жаймас бұрын қолымызды суға алсақ, ол жақсы жайылатын болады. Содан кейін қиярымызды осылай орналастыратын боламыз. Ал мен салмасына творожный сырды пайдаланып жатырмын. Оны осылай 2 немесе 3 бөлшекке жайып аламыз. Содан кейін оны жайлап, мұқият орап шығамыз. Әрі қарай басқа бөлшектерді де жаңағыдай дайындап, орап шығамыз. Мінекей достар, менде 5 дана суши шықты. Әрі қарай клярға оны жақсылап тұрып аунатып алып, 2 жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Дайын болған роллдарымызды жақсылап тепе-тең бөлікке бөліп кесіп аламыз. Барлығы дайын болғаннан соң өз қалауларыңыз бойынша бетін әрлеп шықсаңыздар болады. Мен мына жерде творожный сырмен бетін әрлеп жатырмын. Бұл сушилардың ресторандағы сушидан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де үй жағдайында жасап, дайындап көріңіздер. Бұл жерде менің бұл ең алғашқы рет жасаған сушиім. Менде алғаш жасағаннан жақсы шықты. Сіздерде де дәмді шығатынына сенімдімін.